Моңғол бейбітшілігі деген терминді қолданады. Олардың пайымдауынша, Шыңғыс хан әлемдік жаһанданудың атасы. Ол Евразияны бір тұтас экономикалық аймаққа айналдырып, пошта жүйесі мен дипломатиялық иммунитетті ойлап тапты. Гарвард пен Оксфорд ғалымдары Шыңғыс ханның жетістігін оның әскерлерінің құрамымен байланыстырады. Белгілі антрополог Джек Вадерфорд Шыңғыс ханның империясының негізгі қозғаушы күші Орталық Азияның түркі тайпалары, жалайыр, қоңыраттар, керейлер мен наймандар болды деп нақты жазады. Бұл қазіргі қазақ елінің негізі. Генетика өтірік айтпайды. Атақты генетик профессор Крис Тайлер Смит Орталық Азия халықтарының ДНА-сын зерттеп, әлемдік сенсация жасады. Ол Шыңғыс ханның тікелей генетикалық желісі C2 M217 гаплотобы екенін дәлелдеді. Және бұл алтын ұрық бүгінде ең таза күйінде тек қазақ даласында, әсіресе төре әулеті мен қазақ руларында сақталған. Тайлер Смит тағы бір таңғаларлық деректі алға тартады. Қазіргі Монғолияның негізгі халқы қалқалардың бойындағы басым ген М122. Бұл ген Шыңғыс ханға емес, Шығыс Азия тұңғыс манжур халықтарына тиесілі. Ғалымдардың тұжырымы бойынша қазіргі монғолдардың генетикалық тегі көшпенді түлкілерден гөрі солтүстік және Шығыс Азия, тайга мен Манчжурия халықтарына әлдеқайда жақын. Демек, империя ыдыраған соң нағыз алтын ұрық иелері батысқа, яғни қазақ даласына ауып кеткенде, бос қалған жерге сырттан басқа этностар қоныстанған. Қосымша түсінік бұл ағылшын ғалымдарының көзқарасын түсінуге болады. Олар тек биологиялық зерттеушілер, тарихи зерттеушілер емес. Сондықтан Шыңғыс хан жасаған ортаны толық түсінбей, кейде жаңылысуы табиғи жағдай. Ал Тілеуберді Әбінайұлы болса, Шыңғыс қағанның Жетісудан шыққанын түпнұсқа тарихи деректерге сүйене отырып дәлелдеді. Біз бұған дейінгі зерттеулерімізде ең бірісі гаплотобы туралы айтқан болатынбыз. Бұл ежелгі Сібір түркі тамыры, ол қазақ пен қырғыздың кейбір ұруларында кездеседі. Бірақ қызығы сол, бұл ген қазіргі моңғол атанып кеткен халықтарда да үзік-үзік кездеседі. Бұл нені білдіреді? Бұл қазіргі халқа моңғолдардың бір тұтас этнос емес, барынша араласқан халық екенінің айқын айғағы. Олардың бойындағы ежелгі Сібір тайпаларының ең бірісі Шығыс Азияның отырықшы халықтарының М122 және аз ғана мөлшерде Шыңғыс хан заманының С2 гендері тоғысқан. Яғни қазіргі Монғолия бұл ежелгі империя мұрагерлерінің емес. Керісінше, империя ыдырағаннан кейін жан-жақтан ағылып келген жат жұрттық тайпалардың генетикалық қазанына айналған. Ал батыс үшін Шыңғыс хан діни бостандықтың негізін қалаушы. Европада адамдарды өзгеше ойлағаны үшін отқа өртеп жатқанда, Шыңғыс хан ордасында христиан, мұсылман және буддист ғалымдары бір үстелде еркін пікір таластырып жатқан еді. Бұл дала демократиясының билік үлгісі. Неге? Батыс оны қазақ деп атамайды. Өйткені олар қазақ хандығы деген саяси атаудың бертін келе шыққанын алға тартады. Бірақ ағылшын тілді академиялық орта Алтын Орданың жошы ұлысының тікелей заңды мәдени және территориялық мұрагерлері Қазақстан екенін ешқашан жоққа шығарған емес. Сонымен әлемдік ғылым үшін Шыңғыс хан жаңа дәуірді бастаған данышпан, стратег. Ал біз үшін ол қазақ мемлекеттілігінің қайнар көзі. Тарихты тасқа басқан генетика Шыңғыс ханның нағыз мұрагері ретінде қазақ даласын көрсетіп отыр. Тарихымызды бірге танıyық.